Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Орамалмен бағдарламасы. Мен Динара Нұрланқызы. Орамалмен бағдарламасы орамал тағып, түрлі салада жетістікке жетіп жүрген қыз-келіншектердің еңбегіндегі тәжірибесін ұсынады. Бүгін біздің студиямызда қонақта джиу-джитсудан Қазақстан Республикасының спорт шебері, осы спорт түрінен Қазақстан Республикасының 4 дүркін чемпионы, Азия және әлем чемпионатының жүлдегері, әлем кубогының иегері, жақында ғана Эр-Рияд қаласында өткен 6-шы ислам ойындарының күміс жүлдегері Ажар Салықова. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Жақында ғана алған жеңісіңізбен сізді құттықтаймын. Рахмет. Өзіңіз жайлы толық таныстырып өтсеңіз, қай өңірденсіз? Есімім Ажар Салықова болады. Өзім Қарағанды облысының Бұқажырау ауданы Шалқар ауылынан боламын. Қазіргі таңда Қарағанды қаласында жаттығу жасап, бапкерлік жұмыспен айналысамын. Керемет. Осы спорт түріне, жалпы спортқа қалай келдіңіз? Қанша жасыңызда келдіңіз? Спортқа мен өзімнің туған жерімде, ауданымда ең алғашқы рет жасөспірімдер спорт мектебін табалдырығын дзюдо күресінен бастадым аттап. Одан кейін мені ауылдағы бапкерлерім Қарағанды облысында дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына тапсырды. Содан бастап 8-ші сыныптан бастап мен дзюдомен айналыстым. 14 жасынан бастап. Мен 14 жастан бастап 20 жасқа дейін дзюдо күресімен күресіп, 20 жасымнан 4 жылдай самбо күресімен күрестім. Одан кейін міне джиу-джитсумен 3 жылдай болып қалды. Бұл спорт түрлерінің дзюдо, самбо, джиу-джитсу айырмашылығы қандай болды? Бұл спорттан екінші спортқа ауысу себебіңіз не болды? Осы жайлы толығырақ айтсаңыз. Дзюдомен енді шыны керек, ауылда көбінде қазақ күресі дзюдодан басқа ешқандай үйірме болмаған қыздарға бізде. Сол жағынан өте қиын болды. И үйде өзімнің алдындағы ағам күреске барып жүретін. Мен қасынан еріп қалмай, сөйтіп күреске барып жүрдім. Содан кейін өзіме күрес ұнап қалды. Ағайлар да менен бір нәрсе көрген сияқты болды да, спорт мектепке берді. Спорт мектебін бітіргеннен кейін дзюдомен әлі 2-3 жылдай күресіп жүрдім. Одан кейін белгілі бір себептерге байланысты дзюдо күресін толық аяқтадым, күреспедім. Содан кейін самбо күресіне ауыстым. Ол самбо мен дзюдо күресі өте бір-біріне қатты ұқсас болғандықтан, қаттандай ауысқаннан кейін бір ауыр жағдайлар болмады. Тез бейімделіп кеттім. Бірден Қазақстан чемпионатына барып, Қазақстан чемпионы атанып кеттім. Жаңағындай Азия әлем чемпионаттарына жолдама алып, сол жылы әлем чемпионатында қола жүлдегер атанып, халықаралық дәрежедегі спорт шебері болдым самбодан. Одан кейін енді 2-ші жылы күміс жүлдегер атандым, ал 3-ші жылы өзіміздің орамалымызға келгеннен кейін мені әлем чемпионатында қатыстырмай қойды. Дәл жарыстың үстінде. Жалпы мен оған дейін Азия чемпионатын күміс жүлдегері болдым. Одан кейін сол әлем чемпионатына өте мықты дайындықпен келдік. Себебі оның алдында 2-ші орын алдық. Осы жолы бір аламыз деген мақсатпен бардық. Енді әлем чемпионаты өзінің рет-ретімен келе жатты. Біз келдік, аккредитацияны толық өттік. Мен салмақтан өттім. Ол барлық жарыстың өзінің тәртіптері. Жалпы егер де мені ол жарысқа кіргізбейтін болса, олар бірде-бір тәртіптен өткізбеу керек еді. Біріншіден аккредитация бермеу керек еді, екіншіден олар мен салмақтан өткізбеу керек еді. Бірақ олар ондай жасамай, тура менің белдесуім уақыты таяған кезде маған жаңағы күресуге шығатын уақытында келіп айтады: орамалын шеш, немесе күреспейсің деп. Онымен ағайларым, бапкерлерім дауласты, сөйлесті, бірақ ештеңе істей алмады. Сол беті мен әлем чемпионатын, қалай айтсам, күрессіз аяқтадым. Күресе алмадым. Жалпы бұл жағдай сізге, енді спортшыларға үлкен соққы? Өте қатты соққы болды. Енді мұсылман болғаннан кейін бәрін бір Аллаға тапсырып, барынша сабырмен қабылдауға тырыстым. Енді бірақ спортшылар түсінеді ғой. Себебі өзін қатты дайындалған нәрсеге толыққанды 100% дайын болып келгенімен, Алла тағала енді сондай сынақ беріп тұр, шүкір. Онымен өмір тоқтаған жоқ. Одан кейін өзім сүйіп көрген енді джиу-джитсу спортына келдім. Сол арқылы мені самбода күрестірмегеннен кейін жаңағы үлкен себептің бірі, мен джиу-джитсуда жолым ашылып, қазір джиу-джитсуда өз шеберлігімді шыңдап жүрмін. Жалпы бұл джиу-джитсу туралы сіз алдын ала білдіңіз бе? Қалай келдіңіз? Алғашқы жаттығу қалай болды? Джиу-джитсудан мүлдем хабарым болмады. Бұрын күресіп жүрген кезде былай
бір сыртта естіген болған шығар, бірақ дәл қандай күрес, қалай күреседі, оны мүлдем білмейтінмін. Мгм. Мен өзім профессионалды спортшы болғаннан кейін тек қана күреспен айналыспай, біз жаңағындай жалпы дене дайындығымен де Мгм. айналысып жүрдік. Өзімнің Рустам деген тренермен біз жаңағындай денемізді ОФП дейді ғой, Иә, иә. жалпы дене дайындығын жасап жүрдік. Сол залымыз джиу-джитсуның клубының залында болатын, ОФП залымыз. Мен сол жерде тренировка жасап жүрген кезде Қарағандыда бір Карлос Фариес деген бразилец болған тренер джиу-джитсудан. Ол күнде мені сол залда көреді, качка жасап жүргенді, и маған айтады: Сізді Ажар, шақырады ма? келсеңізші, күресіп көріңізші, келіңізші деп. Мен айтамын, жоқ, мен әлем чемпионатына дайындалып жатырмын, менде қазір фокус басқа, мен мүлдем басқа спорт түрлерін қабылдамаймын деп сөйтіп жүргем. Енді Алла тағала сөйтіп алып келді, жаңағындай әлем Иә. чемпионатына қатыса алмағаннан кейін үйге келіп біраз қиналып жатып қалдым да, енді не істеймін деген сияқты. Сол кезде тәуекел деп барып көрдім бір тренировкасына, барып көрейінші деп. Бардым, и сол кезде маған бапкерлер айтты, бір аптадан кейін Қазақстан Республикасы чемпионаты болады. Ол Азия ойындарына іріктеу. Мүмкін күресіп көресің деп. Мен жақсы, жарайды. Иә. Ақыры не істеймін дедім да. Көрейін деп. Иә, көрейін деп барып көрем тренировкасына. Енді толық несін қалай айтсам екен, Дзюдо самбо сияқты емес? иә, тәртібін, жаңағындай ережесін білмегендіктен сәл қиындау болды алғашқы жаттығулар. Бірақ барымша өзім күресіме бейімделіп, алып келіп, сөйтіп бір аптадай тренировка жасап, Қазақстан чемпионатына қатысып, жеңімпаз атанып, Аллаға шүкір, иә, сол кезде алғашқы чемпион атанып, 4 белдесу өткізіп, 4 белдесуімді 1 минутқа жетпей бітірдім. Иә, аяқтап тастадым. Сол кезде мен Азия ойындарына жолдама алдым. Ол деген өзіме үлкен жетістік. Себебі джиу-джитсуда олимпиадалық спорт емес болғандықтан кейін бізде Азия ойындары өзімізге олимпиада сияқты болып көрінеді. 4 жылда болатын бір жарыс ол. Ол жерде Азия мемлекетінің түкпір-түкпірінен келетін спортшылар, ол үлкен сондай спорттық шара болғандықтан өзім қатты қуандым сол жолдаманы алғаннан кейін. Сөйтіп джиу-джитсуда жолдама алып, дайындалып, 2 жылдан кейін мен енді түсініп келе жатырмын ғой джиу-джитсуны. Өте андай күрделі спорт түрі екен, бірақ түсінгеннен кейін шынымен де өте ғашық болатын спорт түрі екен. Джиу-джитсуның бір кереметтілігі, оны бізде Қазақстанда емес, жалпы барлық әлемде джиу-джитсуны 5 жастан бастап бала, кез келген бала 5 жастан бастап 70 жасқа дейін айналыса алады, иә, күресе береді. И жарыстарды көп. Дәл сол 5 жастағы, 70 жастағы үлкен кісілерге де, 5 жастағы кішкентай балаларға да жарыстар өте көп. Мысалы, бізді көріп отырған көрермендер әртүрлі жаста болуы мүмкін, әрі олар мүлде әртүрлі спортпен айналыспаған болуы мүмкін. Демек, қай жаста болсын, келсе ешқандай кеш емес қой, иә? Иә, ешқандай кедергі жоқ. Бұрын бір спортпен айналысады, мүлдем спортпен шұғылданбаса да, джиу-джитсу өте андай бейімделген спорт түрі да, кез келген адам тез алып кетіп, айналысып кете алады. Қазақстанның барлық қалаларында джиу-джитсу орталықтары бар, иә, дайындық? Иә, өте керемет дамыған. Қазір джиу-джитсуның ол біздің мемлекетімізде приоритеттік спорт түрі болып енді. Жалпы оның приоритеттік деген мағына ол дейтін олимпиадалық спорт түрлерімен бірдей деңгейде деген сөз. Сондықтан қазір джиу-джитсу жан-жақты өзіміздің министерствомен, облысымыздың спорт басқармаларымен мықты жаңағындай демеу беріп жатыр. Сондықтан кез келген балаларыңызды сол спорт түріне беруге кеңес беремін. Себебі өте қарқынды дамып келе жатқан спорт түрі, болашағы бар спорт түрі деп айта аламын. Бұл спорт түрі жалпы адамға қандай мінезді қалыптастырады, немесе сізге джиу-джитсу не берді? Осы туралы толығырақ айтсаңыз, немесе достар, таныстықтар, шетелге мүмкіндіктер, әлде өзіңізде бойыңызда бір өзгерістер болды ма? Жалпы джиу-джитсу ғана емес, жалпы спорт маған өте үлкен, қалай айтсам екен, өмірде көп тәртіптер үйретті да. Қалай айтсам екен, адам біріншіден өзі спортта тәртіпке шыңдалады. Бізде әрдайым өзімізде спорттық режим болады. Тәртіп, күн тәртібі. Ерте тұру, ерте жату, бәрін уақытымен жасау, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау деген сияқты, көп кітап оқу деген сияқты нәрселер спорт жаңағындай мінезімізге сол нәрселерді сондай бір көркем түрде енгізді.
Сосын спорт арқылы менде Қазақстанның барлық түкпір жерінде өте көп достарым бар. Достарыңыз бар. Жақсы араласатын, сол достардың ата-аналарымен жақсы араласамыз. Бір-бірімізге қонаққа барамыз. Сондай бір керемет орта пайда болды. Үшіншіден, спорт арқылы біз қаншама мемлекет көрдік. Шетелде де достарымыз бар, мысалы. Шетелге де. Иә, біреумен танысып, сөйтіп тіл табысып, қазір енді әлеуметтік желі деген бар ғой, сол жерде бір-бірімізбен әлі күнге дейін жаңағындай Байланыста әңгімеміз боласыздар. жарасып, иә, байланыс ұстаймыз. Қаншама мемлекет көреміз, аралаймыз. Төртіншіден, ол денеміздің шынығуы. Денеміз әрдайым жаңағындай қазіргі енді заманда, қалай айтады, цифровой заманда бәрі гаджетқа бейімделіп кеткен, иә, беріліп кеткен. Спортшылар кішкене болса да уақыттарын өзінің денелерінің денсаулығынан, саулығына, иә, қатты мән береді да спортта. Сол жағы жақсы. Жалпы джиу-джитсу маған не берді? Джиу-джитсу маған андай нәрсе берді, спортта шектеу жоқ. Жаңағында айттым ғой, кез келген жас аралығын қамтиды, және де джиу-джитсу ол кішігірім шахмат сияқты. Әрдайым сенің ойлау қабілетіңді жетілдіре береді. Себебі сен әрбір белдесуіңді тек қана өзінің күшіне, өзінің техникана, өзінің жаңағындай сеніміне сенбейсің, сен басын әрдайым шахматта сияқты алдын ала әрбір қадамды ойластырып тұрасың. Оған шешім шығарып, оны жасап отыру керексің. Оны шешім шығарып, қабылдап, онымен қарсыласың қазір не істейді екен, ол қандай саған қарсы шабуыл жасайды екен, соның бәрін ойлап тұратын күрес та. Соның бәрін сен жаңағы 5 минут қой, белдесуіңіз 5 минуттың ішіне бәрін кіргізіп жіберу керексің. Сондықтан джиу-джитсу өте қатты андай шахматқа ұқсастырады бәрі. Кішігірім өзімізді джитсу шахматист деп атаймыз. Бұл спортта қалыптасқан алдын ала ойлау жүйесі, бұл өмірде бір нәрсені жүйелеуге әсер ете ме мысалға? Иә, мысалы шешімдер шығаруға деген. Иә, қалай айтады, көбісі айтады ғой, спортшылардың көбісі андай директор, сондай лауазымда, жоғары лауазымдарда отырады. Себебі олар өздері кішкентай кездерінде лидерлік качество дейді ғой. Иә, лидерлік мінездері қалыптасқаннан кейін олар әрдайым бірінші болғылары келеді. Сол үшін олар жаңағындай стратег болады, алдын ала барлығын ойластырады, және рисктан қорықпайды. Тәуекел етеді, қорықпайды, сенімді түрде алдыға қарай жүре береді. Егер де сәтсіздікке ұшыраса да, ол қайта тұрып, қайта сол мақсатына жетіп, басқа жолын тауып келе береді да соған. Спорт сондайды шыңдайды, сондай мінезді. Мысалы жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, бір аптадан кейін осылай чемпион болып кеттім деген сияқты. Бірақ оның астында сіздің жаңа дзюдодан, самбодан жиналған қанша жылдық еңбек тәжірибеңіз бар, иә? Ал жалпы мысалға күні кеше дайындалып, бүгін мен ұтпадым деп қол сілтеп жіберетін адамдар болады. Немесе бірнеше жыл болды, ешқандай нәтиже көрсете алмай жатырмын деген спортшыларға қандай кеңес бересіз? Олардың ары қарай өзінде осы спортта жетістікке жету үшін. Жалпы менің кеңесім, өзі өмірлік ұстаным, әрбір жасаған нәрсенді сүйіп жаса деген. Жалпы өзім сол нәрсені қатты ұстанам. Менен сұрайды, мысалы, қашанға дейін күресесің, неге күресіп жүрсің, не үшін, қалай, не үшін ұнайды деген сияқты. Мен айтам, білмеймін. Мен жан тәніммен өзім спортты жақсы көрем. Барымша өзімді спортта көрем. Спортсыз енді өмірімді елестете алмаймын. Белгілі бір уақыт немесе жоспар жоқ. Жоқ. Мен барымша енді шамам келгенше күресіп жатырмын. Шамам келсе осы алған білімімді, тәжірибемді келешектегі ұрпақты балаларға бергім келеді. Өз тәрбиемді, өзім алған тәжірибемді өсіп келе жатқан ұрпаққа бергім келеді да. Сол үшін мен айтам, әрбір жасаған ісіңді жақсы көр деген сияқты. Егер де сен ол ісіңді жақсы көретін болсаң, саған ештеңе кедергі емес. Жалпы спортты результат деп қабылдамау керек та. Көбісі спортқа барғаннан кейін нәтиже күтеді. Неге мен балам ұтылып қалды, или баласына ұрсады. Неге сен ұтылып қаласың, сен бір жыл болды ғой айналысып жүргеніне, мен саған қаншама жарысқа ақша беріп жіберіп жатырмын, неге сен ұтыла бересің? Ондай қысым болмау керек деймін да балаға. Бала
балаға спорт ол мереке болу керек та. Әрбір Мгм. жарыс ол мереке сияқты Мгм. қабылдау керек. Жалпы оның жарысқа шыққанның өзі бір Жеңіс иә, hissi. жеңіс. Ол қаншама балалардың ішінен іріктеліп шығып сол жарысқа барды. Шетел болсын, Қазақстан ішінде Мгм. болсын, клубтар арасында болсын. Ол бала кішкентай қадамдармен ол өзінің мақсатына жетеді. Мгм. Егер де жетпеген жағдайда да енді былай айтсам қаншама бала қатысып жатыр, оның Мгм. барлығы чемпион бола бермейді Мгм. ғой. Спорт соны тәрбиелейді. Мгм. Сен ол жерде чемпион болмасаң, сен өмірінде де чемпион Мгм. боласың. Сол сияқты жаңағы ата-аналарға кеңес, ондай Мгм. қатты әсіресе кішкентай балалардан Иә. ондай қысым жасамаңдаршы деп өтінгім келеді Иә. да. Себебі көбісі айтады, ойбай, қалай сен ұтылып жүрсің, олай болмайды ғой, сен дейтін Мгм. 2 жыл дайындалып жатсың, сен бүйтіп жатсың, сен сөйтіп М. жатсың деп түрлі қысым жасайды. Одан кейін бала одан кейін ол спорт түрін ұнатпай қалады. Тіпті Жек мүлде көріп кейін кетеді. спортқа Иә, айналыспауы да мүмкін. иә, мүлдем басқа да спорт түрін уже қабылдамайды. Себебі ол ойлайды, мен қазір ата-анам тағы ренжиді, олар менен М. нәтиже күтеді, а мен ол нәтиже бере Үміттерін ақтай алмасам, алмаймын иә, деп. үмітін ақтай алмаймын, сосын мен не істеймін дегеннен кейін Мгм. олар қойып кетеді. Жоқ, спорт оларға жаңағындай айттым ғой, сүйікті бір хобби сияқты қарау Мгм. керек та. Хобби ол адам оны жақсы көргеннен кейін ол адам ол жерде шыңдала береді. Ол шыңдалғаннан кейін ол міндетті түрде Нәтижесін береді иә, демекші. кәсіби спортшы болады. Ол Мгм. келеді ондайға. Мгм. Нәтиже ол қалай айтсам екен, тәтті бонус та. Мгм. Жалпы ол жұмыс адам өзінің бірінші мінезін сол спортта шыңдайды да, нәтиже ол жаңағындай айтып тұрмын ғой, тәтті бонус. Ол Мгм. сенің сүйіп жасаған ісінің нәтижесі да. Ол қандай болады, ол тек саған өзіне байланысты да. Мгм. Нәтиже болсын, болмасын, ол бәрібір адам оны дұрыс қабылдай білу керек. Мгм. Ал жалпы тек жүзу ғана емес, басқа спортта да спортшыларға бір кеңес болсын. Жалпы өзіңіздің осы спорттағы режим ұстану енді өте маңызды ғой. Иә. Ал ол көп жандарға қиындық туғызады, тәтті жеп қояды, дұрыс тамақтанбайды. Оның барлығы нәтижеге әсер етеді ғой. Өзіңіздің режиміңіз жайлы бөліссеңіз және де басқа адамдарға осы режим жайлы кеңес берсеңіз. Өйткені көбісі дұрыс тамақ қуып білмейді, салмақ ұстап білмейді. Тура жарыс жақында қалған кезде Иә. организмдеріне қатты күш салып қояды деген сияқты. Жарыс кезінде қиналып қалады. Осы жөнінде өз Иә, тәжірибеңізден ол жағында енді бөліссеңіз. көп деген қиындықтармен біздің спортшылар қақтығысып жатады. Өз көзіммен де көріп жатырмын. Бірақ мен өзім олимпиадалық спорт түрінен келгеннен кейін джиу-джитсуда кішкене сәл ол жағынан тәртіп нашарлауда Мгм. спортшыларда. Бізде дзюдода андай салмақ жасай алмау, диета, дұрыс ұйықтамау деген нәрсе көп ести бермейсің. Мгм. Себебі ол өзі андай өте конкурентный спорт түрі болғаннан кейін, ол жақта әрбір орын маңызды болғаннан кейін әрбір спортшы тырысатын. Мен өзім жалпы мектеп интернатында оқыдым, ол жақта режим. Мгм. Таңғы 7-те тұрасың, таңғы асың бар, сабағың бар, одан кейін тренировкаң бар, Мгм. қайтып сабақ, обед, кішкене демаласың, сабағын істейсің, кешкі тренировка, Мгм. ужин, кішкене өз уақытын 1-2 сағат ұйықтайсың. Мгм. И 4 жыл бойы мектепте мен сондай режиммен өстім. Мгм. Сол 4 жылда сол режим өзіме сіңіп кетті. Мен әлі Мгм. күнге дейін оны ұстанамын. Мгм. Сол ерте тұрасың, тренировкаға барасың, таңғы асыңды ішесің, Мгм. обедте келесің, өзің жұмыстарың бар, шаруаларың бар, бірақ кешкі тренировканың алдында міндетті түрде 1 сағат ұйықтап алып тренировкаға Мгм. шығатынбыз. Әлі күнге дейін менде сол қалыптасқан. Мгм. Қазіргі жас спортшылардың көбісі телефонға кіріп кетеді, түнгі 12-1-де ұйықтайды, мен Мгм. таңғы 7-те сабаққа тұрады, мен сабақта отырғаннан кейін тренировкаға шаршап келеді, Мгм. мен нагрузкаға шыдамайды да, шаршап қалады, сонымен күреспей кетеді, немесе мүлдем жоқ болып кетеді. Соларға айтатынымын, егер де сендер өмірлеріңді спортқа арнағыларың келсе, онда қалай айтсам екен, жертва деген бар ғой. Иә, жаңағыдай бір нәрселерден бас тарту керек Иә, болады. бас тарту керек. Айтады ғой, көп жетістіктерге жету үшін көп нәрседен бас тарту керек. Мгм. Егер де сен таңдадың ба спортты, өзі спортшының жолы, мансабы өте аз ғой. Иә. Бәрі ойлайды, ойбай, 30 жыл, 20 жыл. Жоқ, ешкім білмейді. Мгм. Құдай сақтасын, күрделі бір жарақат болып қалса, Мгм. тағы да бір жағдайлар болып қалса, спорт жоқ. Мгм. Сенің орныңды басуға әрдайым жас спортшылар дайын тұрады. Мгм. Сол үшін егер де сен таңдадың ба, онда жаңағындай өзіңнің жеке өміріңді, жаңағындай ойын сауық, туған күн, той деген Иә, бас нәрселерді тарту керек болады. бас тартып, құрбандық етіп, Мгм.
жаңағы өз өміріңді 1-2 жыл болса да таза спортқа арнасаң, оның жемісін көргеннен кейін сол кезде өз-өзіне рахмет айтасың. Егер де сен жаңағындай бір жерге барып, жаңағындай қазіргі жастардың жақсы көретін суши, пицца, бургерді жемесең, оның орнына дұрыс тамақ ішіп, тренировканы жасап, уақытылы ұйықтасаң, сен ертең бәлкім 3 жылдан кейін, бәлкім 4 жылдан кейін өзіне риза боласың да, рахмет айтып. Жақсы болыпты, дәл сол уақытта мен былай істемей, былай істегеніме ризамын деп өз-өзіне риза боласың да. Жаңағындай нәтиже маңызды емес та ол жерде, қандай нәтижеге жетесің. Бірақ сен көп нәрсе аласың да, сен денсаулығың біріншіден дұрыс болады. Себебі сен дұрыс тамақтандың, сен дұрыс ұйықтадың, сенің ағзаң толыққанды демалды, ешқандай ода проблема, нагрузка жоқ. Ал егер де сен жаңағындай дұрыс ұйықтамайтын болсаң, тренировкада қатты нагрузка алсаң, сен ағзаң міндетті түрде бір күні сыр береді да ол. Ол бір жерден шығады. Сол үшін мен айтам, жас спортшыларға спорт мансабын таңдағаннан кейін көп жетістікке жеткілерің келсе, көп нәрседен бас тартыңдар. Және біраз уақыттан кейін сол нәтиже үшін қуанышты боласыз. Сол нәтиже үшін қуанышты боласыз. Той тойлап үлгересіздер. Әрине. Бірақ спорттық жетістікке өз уақытында жету керек. Керемет кеңес болды деп ойлаймын. Дәл қазір енді сіз қосымша бапкерлік жұмысын бастап жатырсыз. Енді оның жауапкершілігі үлкен болады. Өзіңіз мақсатыңыз қандай осы бапкерлік жолға қатысты? Қандай бапкер боласыз сіз? Өзім жалпы бұрын кішкентай кезімнен мұғалім болам деп армандайтын, математика мұғалім болам деп. Одан спортқа келгеннен кейін жаңағындай дене шынықтыру мамандығында оқып, жаңағы дене шынықтыру, жаттықтырушы мұғалім болып оқуды бітірдім. Одан кейін біраз өзім күрескеннен кейін ол мансапқа жоламадым, бапкерлік мансапқа. Себебі өзім спортшы болғаннан кейін қиын. Жаңағында айттым ғой, мен өзім жалпы жаңағындай күн тәртібін қатты ұстанатын адам, маған өзімнің жаттығуымнан басқа параллельно тағы бір жұмысты алып жүру қиын. Себебі мен бір нәрсеге толыққанды берілетін адаммын да. Бірақ қазір ағайлардың демеуімен өзімді бапкерлік ретінде жаңа 1 жылдай болып қалды, бапкер жұмысын бастадым. Әзірге өзімде 1-2 қызым бар, соларды дайындап жүрмін. Аллаға шүкір, осы Астана қаласында ересектер арасында алғашқы оқушым 2-ші орын алды. Бұл деген мен үшін үлкен жетістік, әрине. Ол дейтін қызым әлі жастар арасында да күреседі. Сол үшін бапкерлік жұмысымды мен бастаған бірде-бір себебім, жаңағында мен айтып кеттім ғой жоғарыда, өзімнің спортта алған тәжірибемді осы жас ұрпақтарға бергім келеді. Және де енді өзім орамалда болғаннан кейін, орамалда қаншама қыздарды көрем, жалпы өздері нәтижесін күрескісі келетіндер емес, жалпы өз-өзін қорғай алатындай, өз-өзін жаңағы ағзасын, денсаулығын ретте ұстауға спортқа барғылар келеді ғой. Ал бәрі білет, бізде Қазақстанда әйелдерге арналған клубтар өте аз. Сол жағында да еліміздің спортын дамытқым келеді. Орамалды қыздарымыз ұялмай, тек қыз бапкермен, тек қана қыздардың ортасында жаттығу жасап, емін еркін жүріп, өз-өзіне тұра алатындай, өз-өзін мықты сезінетіндей күйде болғандарын қалаймын. Керемет, сіз қазір Қарағанды қаласындасыз. Қарағанды қаласының ата-аналары, тіпті өздеріңіз де жаттықларыңыз келсе, Ажарға келіп, жаттығып, бірге осындай нәтижелерге жете аласыздар. Осы орайда айта кетейік. Рахмет. Осы спорт түрінде енді ешқандай орамалға кедергі жоқ, федерацияда тарапынан? Мемлекет тарапынан да жоқ. Біз барлық халықаралық аренадағы жарыстарға ешқандай бір қиындықсыз өзіміз емін еркін шығып күресіп жүрміз. Барлық жағынан демеулері бар, ешқандай қысым жоқ, андай орамалын шеш, күреспей-ақ қой, келмей-ақ қой деген әңгімелер жоқ. Жарыстарға шығуға да, шетелге баруға да ешқандай қысым жоқ. Құрметті оқырмандар, бүгінгі эфир сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Қазақстанның қай өңірінде болмасаңыз да, бұл спорт түрімен жастар да, балалар да, тіпті ересектерге де айналысуға мүмкіндік береді. Ажар ханым бүгінгі студиямызға келіп, сұхбат беріп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта сізге үлкен жеңістер тілейміз, бапкер болу жолында да өте үлкен жетістіктерге, табыстарға жетуіңізді тілейміз. Рахмет, әумин. Орамалмен бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.